Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сіздің есіміңіз Балқыбекова Айгүлсіз ба? Иә, Балқыбекова Айгүл. Жолдасым бар кезде бізде бәрі жақсы еді. Бақытты семья едік. Бір ұл, бір қызымыз бар. Сол кісі бағып бізді, сол кісі асырайтын, барлық қиындықты өзіне көтеретін. Енді қаңтарға дейін бәрі жақсы болған. Туылғанда жақсы-ақ туылды. Осы 2021-дің сентябрінен бастап бір көзі, ерні қисайып, содан жан-жақтан апайлар айтып, жан-жақтан жаңа қыздар айтып, өзімнің таныс қыздарым, қызың что-то бір түрлі қарап жүр ғой деп, әкесі айтты, Айгүл, Жанерке дұрыс қарамай жүр деп. Содан барып врачтарға жүгіріп едік, содан нейрохирургқа бардық, 2 жасаттық. Өзіміз Абай правдадағы сөз жерде айтты, басында ісік бар, 6-5 сантиметр болып тұр. Мидың ішіндегін алмасақ болмайды, 2-3 жылда қызыңыздан айырылып қаласыз деді. Содан қызбен екеуміз больницаға барып, үлкен операциядан өтті қызым. Сөйтіп, үлкен операциядан өткеннен кейін, сол 2 ай қызды үйде қарап отырғанда қаңтар оқиғасында жолдасым кетіп қалды. Енді ол кісі жұмысқа кеткен, жұмыстан ары қарай правамды әкелем деп, сонымен қайтып оралмады. Қандай ештеңені білмеймін, бірақ жолдасымды сол 7-сіне жерлегеннен кейін, 13 күннен кейін 20-сына қазып алды, эксгумация жасап. Одан кейін бізге қазғаннан кейін оғын ештеңесін көрсеткен жоқ. Оны атқан милиция ма, кім біз білмейміз. Бізге ештеңені көрсеткен жоқ, документін засекретчик жауып тастады. Одан ештеңе білмейміз, хабарым жоқ. Содан бері 2 жыл өтті. 2 жылда қызымды бағып, қағып өсіріп келе жатырмын. Осы Қазақстанда өзіміздің апармаған жерім қалған жоқ. ЛФК-сы бар, массажы бар. Қолымнан келгенше қызымды аяққа тұрғызуға тырыстым. Осы қызымды аяққа тұрғызғым келеді. Қазір қызымды Ташкентке апарғым келіп жатыр. Ташкентте врачпен сөйлесіп жүрмін. Қазақтарға көмек деген не ашылып та сол Ташкентте. Өзіміздің қазақтың жігіті екен, бірақ врачтардың бәрі Ташкентнің врачтары дейді. Сол жерге әкелсеңіз барлық несі бар дейді. 10 күнге әкеліңіз дейді. Соған енді өзіміздің есебіміз, ол кісінің есебі бойынша 2 миллион қаражат керек дейді. Қазіргі таңда қызға бізге көп массаж керек, ЛФК керек. ЛФК деген жаңағы әр неге қояды ғой, бар ғой, жаңағы беговой дорожка, секіріп, ойнайтын, сондай жерге маған көп апару керек. Сонда менің түсінігім бойынша жаңа қатерсіз ісікті басындағын алды. Енді реабилитация керек болды. Реабилитация керек болса бізге, ЛФК-сы бар, ішіне реабилитацияның массажы бар, сондай жерге апару керек болып жатыр. Осы 2023-те, 2022-де соған тасыдым да жүрдім ғой. 10 күн демалдырам, 10 күн апарам, 10 күн демалдырам, 10 күн апарам, солымен әйтеуір кішкене шүкір бері қарады, алдыңға қарағанда. Потому что бір аяғының өзі жүрген кезде аяғы кішкене қисайып кетіп жатыр да. И артында омыртқасы бар ғой, соның өзі сәл қисайып тұр ғой. Соның бәрін бізге массажбен емдету керек болып отыр. Оны енді осы уақытқа дейін апардым. Өтірік айтпайын, осы сентябрьде последний апардым. Одан кейін мен 3-4 ай болды апара алмай жатырмын. Оғанда мен ешкім маған тегін қарап бермейді ғой. Оғанда ақша керек. Барып келуім бар, мысалы. Мен автобуста сөйлеп жүре алмайым. Сол квартирада тұрам. Квартирамыздың условиясы өте нашар. Барлық жер көгеріп, амалым жоқтан осы жерде тұрып жатырмын. Квартираға 70 000 теңге төлеймін. Өте қиын. Өзім жұмыс істемеймін. Осы бір ұл, бір қызбен, қызым үйде оқиды. Соны қарап, мұғалімдер келіп кетеді. Соны тосып алып отырмын қазір. Қызым басқаша болатын бет. Қызбен отырсам да жолдасым бағып атса, біреуге үйсті видеоға түсіп, біреуден бір сен сұрамайтын еді қой, Саят. Өзі ақ тауып берер еді ғой, ер адам ғой. Осының операциясын бәріне өзі тапты ғой, былай айтқан кезде. Біз операцияның өзіне 10 күн жатты, жоқ 17 күн жатты бірінші жатқан кезде. Миллион кетіп қалды ғой, миллион өзі тапты, Саят. Мен қайдан таптың, сен қайдан әкелдің деп сұраған жоқпын, Саят. Шын айтқан кезде да. Оказывается, өзінде жинап жүрген бар екен, ол жер аламын деп жинап жүр екен. Осы қызға жұмсаттық, шын айтайын, Саят. Деген менде ой қазір, қалай бағам бұларды? Екеуісі өсіп келе жатыр. Қыз, бұны тастап жұмысқа шығып кетейін, сен бір жерге барып құлап қала ма деп ойлаймын.